Даяшы қыз 2 жыл бойы жалғыз қартты кафеде тегін тамақтандырып жүрді. Bir күні ол сыбырлап: "Бүгін қызметтік есік арқылы шықпа. Одан кейін не болғанын естісең таңғаласың" деді. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар, сондай-ақ қай қаладан тыңдап отырғандарыңызды және жастарыңызды жазыңыздар. Ал мен жалғастырайын. Марина қызметті кіреберістің ауыр есігін итеріп ашып, қоңыр күздің ызғарлы түнгі ауасына шықты. Телефондағы сағат 00:45-ті көрсетіп тұрды. Ауысымы аяқталғанымен аяқтары 12 сағат емес, 24 сағат бойы тынымсыз еңбек еткендей сырқырап тұр. Арқасы үстелдерге қайта-қайта еңкейгеннен ауырып, қолдарынан қуырылған пияз бен ыдыс жуатын сұйықтықтың иісі кетпеген. Самайында шаршаудың сыздаған соғысы білінеді. Придорожный кафесі қала шетінде, облыс орталығына апаратын тасжолдың бойында орналасқан. Күндіз бұл жерге жүк көліктерінің жүргізушілері, балалы отбасылар, іссапармен жүргендер тоқтайтын. Кешке қарай адам азайғанымен жұмыс бәрібір жеткілікті болатын. Марина мұнда 4-ші жыл жұмыс істеп жүр. Сәтсіз аяқталған Астанаға бару әрекетінен кейін туған қаласына оралған кезден бастап. Мәскеу оны салқын қарсы алды, шайнап қайта түкіріп тастағандай болды. 2 жыл бойы жалдамалы бөлмелер мен кездейсоқ табыстардың арасында сабылып, орындалмаған үмітпен өмір сүрді. Актриса болуды армандады. Кастингтерге барып, көпшілік сахналарға түсті. Bir рет сериалдан кішкентай рөлде алған 3 реплика және кафе ішіндегі бір көрініс. Ирония. Содан кейін үнсіздік. Ақша төзімнен бұрын таусылды. Сөйтіп, Марина анасының қасына, таныс көшелерге, мектеп кезінде де қосымша жұмыс істеген осы жол бойындағы кафеге қайта оралды. Қазір оның жасы 28-де. Егер осындай стиль ұнаса, жалғастыр деп жазыңыз, келесі бөлігін аударып беремін. Жалғастырамын. Ол 28-де. Құрбыларының көбі әлдеқашан тұрмыс құрып, бала сүйіп үлгерген. Ал Марина жалдамалы пәтерде тұрады. Түнгі ауысымда жұмыс істейді. Кейде өз өмірі бір жерде тұрып қалғандай сезінеді. Алайда ол өзін бақытсызбын деп есептемейді. Ішінде әлі де болса кішкентай, бірақ өшпеген бір үміт шоғы бар. Қызметтік есікті жаппас бұрын, ол әдетінше айналасына көз жүгіртті. Аулада бос жәшіктер, қоқыс контейнерлері, дымқыл асфальт. Шам жарығы сарыдақ болып төгіліп тұр. Сәл әріректе жол бойындағы орындық. Сол жерде ол оны алғаш көрген. Қарт. Ол шамамен 2 жыл бұрын пайда болды. Әуелде келушілердің бірі шығар деп ойлаған. Бірақ ол ешқашан ішке кірмейтін. Кешкісін, әсіресе жабылар уақытта, дәл сол орындықта отыратын. Үстінде ескі пальто, басында көнерген қалпақ. Қолында кішкентай мата сөмке. Bir күні Марина шыдай алмай, ас үйден бір табақ сорпа мен нан алып шықты. Ата, алыңыз деді ол қысылып. Қарт оған ұзақ қарады. Көздері сұрғылт, бірақ өте анық еді. Мен қайтаруға шамам жоқ деді жай ғана. Ештеңе керек емес деді Марина. Тек жылы тамақ ішіңіз. Сол күннен бастап бұл әдетке айналды. Әр ауысым соңында ол қартқа тамақ шығаратын болды. Кейде сорпа, кейде ботқа, кейде жай ғана шай мен тоқаш. Қарт әр жолы алғыс айтып, асықпай тамақтанатын. Ешқашан артық сұрамайтын. Ешқашан шағымданбайтын. 2 жыл бойы. Марина оның аты жөнінде білмейтін. Ол өзі де көп ашыла бермейтін. Тек кейде қысқа әңгімелер айтатын. Бұрын темір жолда жұмыс істегенін, әйелі ерте қайтыс болғанын, ұлы бір жаққа кетіп, хабарсыз қалғанын ғана естіген. Бірақ сол түн ерекше еді. Марина әдетінше қапшыққа тамақ салып, орындыққа қарай жүрді. Қарт орында отыр екен. Бірақ бүгін ол бір түрлі мазасыз көрінді. Ата, бәрі дұрыс па? Деп сұрады Марина. Қарт басын көтерді. Бүгін қызметтік есік арқылы шықпа деді ол сыбырлап. Марина түсінбей қалды. Неге? Қарт айналасына қарап алды да, қайтадан оған тесіле қарады. Сен маған 2 жыл бойы жақсылық жасадың. Енді менің кезегім. Бүгін алдыңғы есікпен шық. Тура жарық жақпен жүр. Артыңа қарама. Маринаның арқасынан суық жүріп өтті. Не болып жатыр? Қарт тек басын шайқады.
Маған сен. Уақытым аз. Осы сөздерді айтқанда оның даусы бұрынғыдан мүлде өзгеше, нық, сенімді естілді. Марина қолындағы қапшықты қыса ұстап қалды. Жүрегі тарс-тұрс соғып кетті. Ол кенеттен жағдайдың әзіл емес екенін сезді. Кафеге қайта кіріп бара жатып, ол артына бір рет қарады. Қарт орнында отыр. Бірақ оның жанында қара көлеңке қозғалғандай болды. Марина алдыңғы есікке қарай беттеді. Жалғастырайын ба? Иә, жалғастырамын. Алдыңғы есікке жеткенше Маринаның жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Бұл не деген сандырақ? Деп өзін жұбатқысы келді. Бірақ қарттың көзқарасы ол көзқараста қалжыңда, есалаңдықта жоқ еді. Тек асығыстық пен шынайы алаңдаушылық бар болатын. Ол есікті ашты. Қоңырау сыңғыр ете қалды. Кафенің іші әлдеқашан бос. Тек еден жуушы әйел артқы жақта шелекпен жүрген. Кассир кетіп қалған. Әкімші де жоқ. Марина терең дем алып, жарықтандырылған тұрақ жаққа қарай жүрді. Әдетте ол қызметтік есіктен шығып, аула арқылы қысқа жолмен үйіне баратын. Ал алдыңғы жақ үлкен жолға қараған ашық кеңістік. Артыңа қарама. Ол қадамдарын жылдамдатты. Дәл сол сәтте арт жағынан бірдеңенің тарс еткен дыбысы шықты. Металл қақпаның жабылғандай. Сосын біреудің жүгірген қадамдары. Марина еріксіз тоқтай жаздады. Бірақ қарттың сөзін есіне алып тоқтамады. Тұрақтағы жалғыз шам жыпылықтап тұрды. Көлеңкелер созылып, қозғалғандай көрінеді. Ол өз көлігіне жетуге бірнеше метр ғана қалғанда қара түсті фургон жол жиегінде қозғалып тұрғанын байқады. Жүрегі мұздап кетті. Фургон дәл қызметтік аула тұсында тұрған. Есігі ашық. Марина енді бәрін түсінді. Егер ол әдеттегідей артқы есіктен шыққанда дәл сол қараңғы бұрышқа түсетін еді. Оның тізелері әлсіреп кетті. Сол сәтте арт жақтан айқай естілді. Ер адамның даусы. Қайда кетті ол? Тағы біреу дөрекі сөз айтты. Марина көлігіне жүгіріп жетіп, кілтті түсіріп алды. Қолдары қалтырап, есікті аша алмай біраз әуреленді. Ақыры ішке кіріп, есікті тарс жапты да құлыптады. Фургон қозғалды. Ол қозғалтқышты от алдырып, газды басты. Дөңгелектер шыр айналып, көлік алға ұмтылды. Айнадан қарағанда фургон бұрылып үлгермей қалғанын көрді. Бірнеше кварталдан кейін ғана Марина тоқтап демін әрең басты. Қолдары дірілдеп тұр. Қарт ол кенет сергетті. Ол орындықта отырған еді. Марина дереу бұрылып қайтадан кафеге қарай айдады. Жол бойы жүрегі тарсылдап, басында бір ғана ой. Олар оған не істеді? Кафеге жеткенде, артқа аулаға полиция көлігі кіріп тұрғанын көрді. Көк шам жыпылықтайды. Марина көліктен секіріп түсіп жүгіріп барды. Не болды? Деді ол демігіп. Полиция қызметкері оған тосқауыл болды. Сіз бұл жердің қызметкерсіз бе? Иә. Мұнда бір қарт отыратын еді. Қайда ол? Қызметкер бір сәт үнсіз қалды. Біз күдікті көлікті тоқтаттық. Олар бұл жерде біреуді күтіп отырған. Бірақ нысана көзден таса болған. Қашып үлгерген. Ал қарт ше? Полиция қызметкері таңырқай қарады. Қандай қарт? Марина артына бұрылды. Орындық бос. Ол дәл осы жерде 2 жыл бойы еден жуушы әйелде шығып келді. Қандай қарт, Марина? Мұнда ешкім отырмайды ғой. Сен әр кеш сайын өзіңмен өзің сөйлесіп жүргендей көрінетінсің. Маринаның денесі мұздап кетті. Жоқ, мен оған тамақ беретінмін, тамақты сен кейде қоқыс жәшігінің жанына қалдырып кететінсің, деді әйел абайлап. Біз сен жай ғана біреуге көмектесіп жүр деп ойладық. Марина орындыққа қарады. Ол бос. Бірақ дәл орындықтың үстінде кішкентай мата сөмке жатыр екен. Сол сөмке. Ол баяу жақындап сөмкені ашты. Ішінде ескі темір жолшы төсбелгісі және бүктелген қағаз бар. Қағазда бір ғана сөйлем жазылған. Жақсылық ешқашан жоғалмайды. Маринаның көзінен жас ышып кетті. Сол түні ол бір нәрсені анық түсінді. Кейде біз көмектесеміз деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде біреу бізді құтқарып жүреді.